Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бұл каналымда сіздерге пайдасы тиетін контенттерді ұсынамын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Маған жазылғандарыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз сұраулық демеуліктер. Жалпы шылау дегеніміз не? Шылау толық лексикалық мағынасы жоқ, сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын, сөзге қосымша мән үстейтін көмекші сөздер. Шылаудың басқа сөз таптарынан айырмашылықтары қандай? Біріншіден, шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды. Екіншіден, шылау сөйлеу мүшесі бола алмайды. Үшіншіден, шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Төртіншіден, шылау толық мағыналы сөздің жетегінде қолданылып, оған қосымша мән үстейді. Бесіншіден, шылаулар түрленбейді, яғни көптелмейді, септелмейді, тәуелденбейді және жіктелмейді. Қазақ тілінде шылау сөздер білдіретін мәніне қарай үшке бөлінеді. Бірінші, септеулік шылаулар. Екінші, жалғаулық шылаулар. Үшінші, демеулік шылаулар. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз сұраулық демеуліктер. Демеулік шылаулар сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау, болжалдық күмән, нақтылау мән үстейді. Мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Соның бірі сұраулық демеуліктер. Сұраулық демеуліктер ма, ме, ба, бе, па, пе, м, м, б, б, п, п. Мысалы, барасың ба? Немесе барамысың? Келесің бе? Келемісің? Көріппен? Көріппісің? Айтыппен? Айтыппысың. Бұл мысалдарға назар аударатын болсақ, ба, бе, ма, ме, па, пе сұраулық демеуліктері бөлек жазылады. Енді сұраулық демеуліктердің дұрыс жазылуына назар аударайық. Мысалы, келесің бе? Дұрыс жазылуы. Келесің ба, немесе келесің ба, келесің бе емес. Яғни, ауызекі сөйлеу тілінде көп жағдайда келесің ба деп жатады, немесе келесің бе деп қосып қойып жазып жатады. Бұл жағдай дұрыс емес. Себебі ба, бе, ма, ме, па, пе сұраулық демеуліктері әрқашанда бөлек жазылады. Бұл жерде келесің деген сөз жіңішке болғандықтан, оған біз бе деген сұраулық демеулікті қолданамыз. Яғни келесің бе. Дұрысы. Тағы бір мысал, мектептесің бе? Дұрыс жазылуы. Мектептесің ба емес. Өйткені мектеп деген сөз жіңішке болғандықтан, біз бұл сөзге бе сұраулық демеулігін қолданамыз. Немесе мектептесің ба деп бірге жазып қоймаймыз. Үйде ме? Дұрыс жазылуы. Үйде ма, немесе үйде ма деп бірге қосып қойып жазып жатамыз. Үй сөзі жіңішке болғандықтан, оған біз ме сұраулық демеулігін орынды қолданамыз. Яғни дұрысы үйде ме. Сенесің бе? Дұрысы. Сенесің ба, немесе сенесің ба деп бірге жазып қоймаймыз. Тағы бір мысал, білесің бе? Немесе біле ме? Дұрыс жазылуы. Білесің ба, немесе біле ма деп жазбаймыз. Өйткені білесің сөзі жіңішке болғандықтан, біз жіңішке бе сұраулық демеулігін орынды қолданамыз. Яғни дұрысы білесің бе, біле ме. Ма, ме, ба, бе, па, пе шылауы сөйлемге сұрау мән үстеп, сұраулы сөйлем жасайды да, өзі тіркескен сөзден әрқашан бөлек жазылады. Бұл шылау сыртқы тұлғасы жағынан ма, ме, ба, бе, па, пе болымсыз етістік жұрнағымен ұқсас келеді.
шылау бөлек жазылады да, болмыс етістік жұрнағы түбірге қосылып бірге жазылады. Түсінікті болу үшін біз мысалдарды келтірейік. Сен дүкенге барма. Бұл болмыс етістіктің жұрнағы. Барма, айтпа, жазба, яғни болымсыздық мәнді білдіреді. Үйде анаң барма. Бұл сұраулық демеулік арқылы жасалған сұраулы сөйлем. Бұл жерде барма деген сұраулық демеулікті біз әрқашанда бөлек жазамыз. Ал сен дүкенге барма десек, бұл болмыс етістіктің жұрнағы болғандықтан бірге жазылады. Көп жағдайда осы екі мәселені шатастыра алып жатамыз. Егер болмыс етістіктің жұрнағы болса, әрқашан бірге жазылады. Барма, айтпа, жазба, ойнама деген сияқты. Ал сұраулық демеуліктер әрқашанда бөлек жазылады. Тағы бір мысалға кезек берелік. Ауыр жүкті көтерме. Бұл болмыс етістіктің жұрнағы. Маме, бабе, көтерме, келме, айтпа деген сияқты. Ал егерде сөмкені көтересің бе деп сұрасақ, бұл сұраулық демеулік болғандықтан әрқашанда өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Осы ережені басшылыққа алайық, еске сақтайық. Ендігі мысалға назар аударатын болсақ, артық затты алма. Бұл болмыс етістіктің жұрнағы. Алма, сөйлеме, айтпа, келме деген сияқты. Болмыс етістіктің жұрнағы әрқашанда бірге жазылады. Ал мына жағдайда кітапты алды ма? Немесе қаламды аласың ба? Деген сөйлемдерде сұраулық демеуліктер болғандықтан ма, ба сұраулық шылаулары бөлек жазылады. Яғни ма, ме, ба, бе, папе шылауы сөйлемге сұрау мәнін үстеп сұраулық сөйлем жасап тұр. Сондықтан өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Жалпы сырттай алғанда бұл болмыс етістіктің жұрнағына ұқсас келеді. Болмыс етістіктің жұрнағы әр уақытта бірге жазылады. Мысалы барма, айтпа, жазба, күлме деген сияқты. Ал сұраулық демеуліктер әрқашанда өзі тіркескен сөзден бөлек жазылады. Құрметті оқырмандар, ережеге тағы бір мәрте көз жүгіртіп зерделесек, барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Зейін салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.